Жақында ғана Алтын тұғыр олимпиадасы аяқталды, бірінші аудан кезеңі. Сол аудан кезеңіне дайындық барысында байқағаным, адамдар, яғни мұғалімдер, бір апта 10 күн қалған кезде жан таласып курстар іздей бастады, видео түсіндірмелер іздей бастады, сөйтіп дайындыққа кірісе бастады, былайша айтқан кезде. Әрине енді бір апта, 2 апта деген ол дайындыққа өте аз, себебі Алтын тұғыр олимпиадасының есептері көбінесе логикаға бағытталған. Оған әрине дайындық керек. Егер сіздер, мысалы, келесі жылы Алтын тұғырға қатысам, маған орын керек, кем дегенде облыстан өтуім керек десеңіздер, онда сіздерге түсіндіре кетейін. Бірінші мектепшіліктен өтесіздер, одан кейін ауданнан өтесіздер, одан кейін облысқа барасыздар. Облыстан өткен жағдайда республикаға дейін жетесіздер, және оған дайындықты кем дегенде 1 жыл бұрын бастау керек деп айтқым келеді. Енді жоқ, менің уақытым жоқ дегенде, кем дегенде жарты жыл бұрын бастаған дұрыс.